Ыбырай Алтынсарин, тәрбиенің алтын діңгегі. 1 В сынып оқушылары Ыбырай Алтынсарин атамыздың «Жаман жолдас» шығармасымен танысты. Екі дос аюға тап болды. Бірінші ауру, екіншісі жас және мықты. Жас бала қорққаннан досын тастап, ағаштың басына шығып алады. Досы өлген адамдарға аю тиіспейді деп естігеннен өлген адам сияқты жерге жата салады. Аю келіп, адамды искелеп кетіп қалды. Досы деген айтады досына: «Досым, саған аю құлағыңа не айтты?» деді. Досы айтты: «Ол маған ақыл айтты. Енді екінші рет осындай жолға тастап кететін достармен дос болма» деді. Адамдар дос қалғамайды, ауру не сау екеніне қарамайды. Сау адамдар ініңдей болып кете береді. Ал жаман досың болса, ол әрбір адаммен дос бола алмай кетеді. Досқа адал болайық. Анар, сен Ыбырай Алтынсариннің «Жаман жолдас» шығармасынан не түсіндің? Қиын жолда достарымды дос болуға болмайды. Дос деген қандай болу керек? Екі жолдасы келе жатып, аюмен кездесіп, әлсіз ауру жолдасы татып қалады. Ал екінші жолдасы үлкен ағаштың үстіне шығып кетеді. Сосын аю келеді. Дос бірінші жолдасына искелеп тұрады да, исастың құлағына сыбырлайды. Дос айтады, жаңағы ағаштан түседі да, досына барады. Досынан сұрайды: «Жаңағы аю сен құлағынан неден сыбырлап кетті?» дейді. Сосын тар жерден: «Жаман кеттің, жолдасыңмен дос болма» дейді.